Сәлеметсіздер ме, құрметті курсқа қатысушылар. Физика 1 курсының кіріспе сабағына қош келдіңіздер. Бізге қосылғаныңызға қуаныштымыз. Курстың барысында сіз дәрістерді тыңдайсыз, берілген тақырып бойынша есептерді шешуге үйренесіз, зертханалық жұмыстарды орындап үйренесіз. Оны орындаған соң қателігін есептеуге үйренесіз. Сонымен қатар әрбір модульді оқыған сайын тесттерге жауап беріп, алған білімдеріңізді тексересіздер. Автор туралы ақпарат: Алдаберген Іңкар Ерболатқызы, физика магистрі, физика кафедрасының аға оқытушысы. Почта i.aldabergen@ktu.edu.kz. Физика пәнінің сипаттамасы: физика 1 пәні базалық пәндер цикліне кіреді. Жоғары оқу орнының құрамдастары математика және теориялық механика курстарымен бірге инженерлердің теориялық даярлығының негізін құрайды. Және кез келген бейінді жоғары техникалық университет түлектерінің инженерлік техникалық қызметінің іргелі базасы рөлін атқарады. Физика 1 пәні бакалаврлар арасында механика, молекулалық физика және термодинамика, сондай-ақ электростатика және тұрақты тоқ саласында әлемнің физикалық суреті туралы идеяларды дамыту. Ғылыми дүниетанымды қалыптастыру туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған. Физиканың жоғарыда аталған бөлімдерінде бакалаврлардың физиканың теориялары мен заңдылықтарын, сондай-ақ физикалық зерттеудің әдістерін одан әрі кәсіби қызметінде қолдану мүмкіндігі тұрғысынан пайдалану бойынша білімдері мен дағдыларын қалыптастыру. Оқушылардың шығармашылық ойлауын, өз бетінше танымдық іс-әрекет дағдыларын, қолданбалы бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып, физикалық жағдайды модельдеу қабілетін дамыту. Физика пәнін оқытудың мақсаты: физика 1 пәні әлемнің және ғылыми дүниетанымның қазіргі заманғы физикалық көрінісі туралы түсінікті, іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физика теорияларын, сондай-ақ кәсіби қызмет жүйесінің негізгі ретінде физикалық зерттеу әдістерін пайдалану білімі мен іскерлігін қалыптастыруды мақсат етеді. Физика пәнінің міндеттері: әртүрлі физикалық ұғымдардың, заңдардың, теориялардың қолдану шекаралары туралы түсініктің болуы, зерттеудің эксперименттік немесе математикалық әдістерімен алынған нәтижелердің дәйектілік дәрежесін бағалау туралы, классикалық және қазіргі заманғы физикалық негізгі физикалық құбылыстары физиканың заңдылықтарын білу, физикалық зерттеу әдістері, физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсері, физиканың басқа ғылымдармен байланысты және мамандықтың ғылыми техникалық проблемаларын шешудегі оның рөлі. Физика курсының нәтижелері: осы курстың соңында студент төмендегілерді білуі керек: өндірісте қолданбалы есептерді шешуде физика және химия заңдарын қолдану, қазіргі заманғы физикалық өлшеу құралдарын қолдану, оларда болатын физика-химиялық процестердің мәнін түсіну, технологиялық жабдықты құрылғыларды пайдалануды бақылауға жүзеге асыру, бұл ретте болып жатқан физика-химиялық процестерді түсіну, өндірістік циклдегі жүріп жатқан физикалық, химиялық процестерді талдау, инженерлік есептерді шешу үшін теория мен практиканы біріктіру. Игеру: іргелі физиканың, химияның және физика-химиялық заңдарын кәсіби қызмет аппаратының есептерін шешу үшін қолдану. Алдыңғы бірінші модульде біз классикалық механиканың физикалық негіздерін, оның ішінде кинематика, механикалық бөлімдерін қарастыратын боламыз. Курсты меңгеру барысында және оқу бағдарламасында сәттілік тілейміз. Бізбен болғандарыңызға рахмет.